мерзімнен ерте жүктіліктің үзілу инфекцияларға келеді. Неге менде түсік бола береді? Адамда да, әйел адамда да Емделіп инфекцияны басты. түскен дұрыс деп ойлаймын, өйткені симптомдары жиі кездеседі. Жолдасыңызбен бірге ем алу керек. Коррозива уже болды. Сперманың өндірілуіне тікелей әсер ететін инфекция. Құрметті тыңдарман, қайырлы күн. Бүгін біз тағы да студиядамыз. Мен дәрігер Ардақ Керімханович. Және Романова Сандуғаш Тілеулесқызы. Бүгін сіздермен бірнеше тақырыпты көтереміз. Тақырыпты бастамас бұрын подписаться басып, лайк баса отырыңыз. Біз үшін ол жаңа ынта болады, ал сіз үшін ол келесі тақырыптардан құр қалмауға негіз болады. Енді бүгін көтеретін тақырыбымыз ерте жүктіліктің үзілуі. Замерший дейміз, түсік дейміз, самопроизвольный аборт дейміз, поздний выкидыш дейміз. Осының барлығы бүгінгі тақырыбымызда қозғалатын болады. Оның бәрін бөлек-бөлек жіктеп айтамыз. Үйреншікті түсік туралы айтамыз. Құда қаласа бүгін қызықты темаларды көтереміз деп ойлаймын. Соңында келесі қандай тақырып көтерілетінін айта кетеміз. Соңына дейін қарап, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін енді Сандуғаш Тілеулесқызы екеуміз осы мерзімнен ерте жүктіліктің үзілу туралы сұрағын көтереміз. Ол жерде жүктіліктің сроктарын бөліп айтамыз. Қандай срокта болса ол ерте, қандай срокта болса ол кеш түсік болып табылады. Енді жалпылама, неге біз бұл сұрақты көтеріп отырмыз, бұл сұрақты неге біз талдаймыз деген кезде, мен акушер-гинеколог дәрігер ретінде 20 жылдық тәжірибем бар. Осы салада диссертация қорғап, ғылым докторы атағым бар. Сол 20 жылдық өтілімді жаңағыдай ізденген жолымдағы күнделікті тәжірибемдегі қызықты оқиғалармен және Сандуғаш Тілеулесқызының 10 жылдық дәрігерлік өтілі, жалпылама екеуміздікі қосылғандағы 30 жылдық дәрігерлік өтілім туралы күнделікті көріп атқан пациенттеріміз, күнделікті көріп жатқан қызықты жағдайларымыз сіздер үшін бір пайдалы мәлімет болады деп ойлаймын. Сондықтан бірінші тақырыбымызды бастасақ. Енді қараңыздар, бүгінгі бізде мерзімнен ерте түсіктің болуы. Жалпы түсік дегеніміз не? Ол қалыпты жағдайда жүктілік ұрықтанғаннан кейін жатырда өсіп, дамып, жетіліп, 9 ай 9 күнде босану керек. Ал бізде жалпы түсік дегеніміз жатырға бала біткеннен оның ары қарай жаңағыдай түсікпен аяқталуы, жатырда өспеуі, дамымай қалуы. Бірінші оны айтып аламыз. Бірінші ерте түсік және кеш түсік деп айтамыз. Ерте түсік дегеніміз 12 апта 6 күнге дейін түсікті біз ерте түсік деп айтамыз. 13 аптадан 22-6 күнге дейін біз кеш түсік деп айтамыз. Енді осы қазіргі таңда Ардақ Керімханович айтсаңыз, сізбе келетін пациенттеріңіздің арасында жиі осы сұрақпен келе ма? Қайта-қайта түсік болып жатқандар, немесе жаңағыдай сізге оқырмандардың арасынан жиі сізге ұсына ма? Қаншалықты сізде жиі кездеседі? Жиілігін айтып өтсеңіз. Енді былай қарасақ, жүктілік негізі өте бір күрделі процесс. Ол процесске көп жүйелердің әсер ететіні бар. Мысалға, әйелдер сұрап жатады, неге менде түсік бола береді, неге менде жаңағыдай осы құрсақ көтерген құрсағымды қолыма алмаймын деп. Сол кезде әркімге тура келетінде идеальный ответ жоқ. Әркімнің өзінің тарихына, организм ерекшелігіне қарай әртүрлі себеп, әртүрлі қоздырғыш болады. Мысалға, кейбір кезде жүктіліктің үзілуіне инфекциялар себеп болады. Кейбір кезде ананың организмдегі экстрагенитальды патология дейміз. То есть жатырдан бөлек бауыр, бүйрек, өкпе, қан құрамы, осылардың деңгейі, анемияның деңгейі, бүйректің қабынулары солардың себебінен болады. Немесе де ұрықтың өзінің бір қандай да бір құрылысындағы өзгерістеріне, ақауларына байланысты болады. Енді кейбір жағдайда
барлық ұрықтың түсіп қалғанына өкіне берудің керек жоқ. Неге? Жатыр және адамзаттың өзінің дамуында, іште құрсақтағы ұрықтың дамуында өзінің бір заңдылықтар бар. Ол заңдылықтарға сәйкес кейін туылған кезде толыққанды қызмет жасалатын, функционировать ететін организмде бір үлкен сбойлар болса, жатыр генетикалық тұрғыдан ұрықты оқиды. Содан кейін ұрықтың жаңағыдай мүшелерінде жүйелі бір өзгеріс болса, күрделі бір даму ақауы болса, кейін туылғаннан кейін ол жаңағыдай қандай да бір мүшесі болмайтын болса, жатыр оны оқып, жатыр деген негізі өзі өте умный, сондай сверхорган негізі. Ол жатыр өмірге қабілетсіз ұрпақ келдірмеуге тырысады. Ол жаңа құрсақтағы нәрестенің денсаулығын оқыған кезде, оның ішінде қандай да бір үлкен кінәрат тапса, ол жүктілікті үзуге, тастауға тырысады. Сонымен қатар, және де осы түсікке алып келетін бірнеше себептерді қоса айтып өтсем, яғни біздегі ДНК құрылымының бұзылысы, яғни ер адамда да, әйел адамда да олар кариотип тапсыру керек. Осы кезде ДНК-сында хромосома әйел адамдарда XX болса, ер адамдарда XY болады. Ол қалыпты ма, жоқ па, ол да әсер етеді. Сонымен қатар, бізде қазір қан жүйесінің аурулары, тромбофилия, антифосфолипидті синдром, және де жиі кездесетін бізде стресстік жағдайлар. Өйткені олар стресстің өзі бізде стресс, жалпы әйел адам стресс алған кезде ода адреналин жоғарылайды. Адреналин жоғарылағандықтан бізде қан айналымы қатты жоғарылап, яғни жатырда гематома пайда болып, бірден түсікке алып келу мүмкін. Сонымен қатар гормоналды фонның төмендеуі, яғни прогестерон гормондарының төмен болуынан да осы түсікке жиі алып келеді. Енді мына жалпы өзіміздің медицина тілінде әртүрлі күрделі сөздер бар, жалпы халық түсіне бермейтін сөздер бар. Стресстің өзі қалай әсер етеді? Мысалға, стресс бұл табиғатта өзі стресс, мысалға сіз бір аңды көрдіңіз, одан қорқасыз, қашасыз, қашқан кезде сізге күш керек, сізге жаңағыдай дополнительный энергияның выбросы керек. Сол кезде, стресс болған кезде адреналин, норадреналин, түрлі дофамин сияқты қозғағыштардың бәрі қанға тасталады, организм тонусқа кіреді да, ол жүгіруге, қашуға, мынандай бір тез көруге, қараңғыда көруге деген сияқты мынандай нелерді, функциялар қосылады. Сол кезде барлық мышцалар сияқты, денеде барлығы мышца ғой, жатырда мышцадан құралады, мышцада жиырылады. Сондықтан жаңағыдай бірденен қатты қысылған кезде, жаңағыдай катехоламиндер деп айтамыз біз, жаңағыдай тонусқа келтіретін активті заттар, олар жатырды да тонусқа келтіріп, выкидыш жасатуға неғылуы мүмкін. Сондықтан стресстен ары жүріңіз. Стрессті минимальный мүмкін төмендетіңіз. Енді сандуғаш тілеулесіні. Енді қара, основной темаға келетін болсақ, мысалға 12 апта 6 күнге дейін болатын түсікті біз ерте түсік деп айтамыз. Ал 22 аптаға дейінгі болатын түсікті біз кеш түсік деп айтамыз. Ол 22 аптадан өтсе ұрық, ол уже жаңа нәресте құрсақтағы адамзат ретінде қабылданады. Бүкіл заңнамаларға сәйкес, егер нәресте 22 аптаға өтсе, ол уже босану болып есептеледі. Выкидыш емес, босану болып есептеледі. Сонымен қатар бізге түсікке алып келетін себеп, ең жиі кездесетін себептер, олар инфекциялар. Яғни бізге инфекциялар, пациенттердің көбісі келеді бізге, инфекцияға тапсырдым, хронический инфекция жиі түрі, мен осын тапсырдым, дәрі қаншама ем алып жатырмын, бірақ менде инфекция жиі қайта-қайта шыға береді. Енді айтыңызшы, Ардақ Керімханович, осы инфекция жидің түсікке әсері бар ма? Енді сандуғаш, мұны қара. Инфекция ол жүктілік, инфекция негізі жүктілікке әсер ететін инфекциялар бар, жүктілікке әсер етпейтін инфекциялар бар. Біз қоршаған ортадан бөлек өмір сұрамаймыз, біз так или иначе сол инфекциялармен жанасамыз.
И в принципе біздің организм ол инфекциялармен күресіп үйренген, ол өзінің несі бар, күресетін жолдары бар, басқасы бар. Енді сен айтып отқан иммуноглобулин G әрбір тапсырған, мысалға жүкті әйел немесе түсік болған кездегі болған келіншек білу керек. Жүктілік кезіндегі инфекция бар, жүктілікке дейінгі инфекция бар. И ол жүктілікке дейінгі инфекцияны иммуноглобулин G дейміз. Ал жүктілік кезінде бірінші рет жұқтырып, бірінші рет ауырған жүктілік, ол инфекция, ол иммуноглобулин М болып шығады. Мысалға, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, және тағы да бар, хламидия бар, осы инфекциялар, ол 95% адамның арасында бар. Мысалға, біз 1000 адам болса, соның 950-інде бұл кездеседі. Бірақ ол 950 адамға ол жүкті болуға, тууға, перзентті болуға мешать етпейді. Қарсы көрсеткіш жоқ. Яғни, бұрында сіздің тарихыңызда 10 жасыңызда, 15 жасыңызда, 20 жасыңызда, 30 жасыңызда ауырып өтіп кеткен инфекция, значит, G, ол тікелей мына жүктілікке әсер етпейді. Сол әсер ететін, келетін зиянын ол сол кезде бітіріп қойған. Ал егерде жүкті әйел осы жүктілік кезінде жаңа цитомегаловирусты бірінші рет жұқтыртып, кішкентай срокта ауырса, әрине оның салдары болады. Ал бұрынғы өтіп кеткен G тексерудің керегі жоқ, оны емдеудің керегі жоқ. Сіз оны емдеймін деп жатып, өзіңізге зиян келтіресіз. Енді осы кезде әйелдер сол үшін G-ді тапсырмай, ПЦР деген анализ бар, соны тапсырғандар дұрыс. Егер де олар, мысалы, айтады ғой, біз инфекцияға тапсырайықшы, түсік тастаған әйел бізге келеді, қандай анализ тапсырсам екен деп, бірінші болып өздері жаңағыдай G түріне тапсырып келеді. Ал егер шынымен де жыныстық инфекция бар жоғын білгіңіз келсе, ПЦР анализ тапсырғандарыңыз дұрыс. ПЦР арқылы сіздерге инфекция сізде данный момент бар ма, жоқ па, соны нақты анықтап береді. Көбінесе бізде осы инфекциялардың ең жиі асқынуға алып келетін, бізде гонорея, хламидия, осы инфекциялар, олар егер жүктіге дейін сізде кездесетін болса, оны емдемейтін болсаңыз, ол сіздердің жатыр түтіктердің бітелуіне, сальпингофорит, гидросальпингстың болуына қатты әсер етеді. Сондықтан бұл жерде тағы да осы айналып келсек, осы түсіктің де болмауына, инфекцияның организмде болып, көп уақыт емделмей жүргеніне байланысты сіздерде түсік болуы мүмкін, немесе бедеулік асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде тағы айтамыз, жүктілікке дайындалу керек. 3 ай бұрын дайындалып, инфекциялар, жыныстық инфекциялар, егер ем түрі немесе ПЦР түрі бар болса, оны емдеу қажет. Ал G түрін емдеудің мүлде қажеті жоқ. Енді жалпы халыққа түсінікті болу үшін ИФА, жаңа біз айтып атқан нәрсе, ол ИФА деген анализ, ИФАда жаңа М болады, G болады. Ал ПЦР деген, ПЦР ол real time, то есть қазір сізде қандай инфекция тұр. Real time деген, қазіргі уақытта не бар. Ол ПЦР, ол вирустың, бактерияның бөлшектерін табады. Ол туралы тарихты емес, иммуноглобулин G сияқты. Именно өз бактерияның өзі, мысалға, қолын, аяғын, басын, бөлшегін, сондай бір нәрсесін табады, и ол рас болады. Сол кезде қазір бұл погода жасап тұрған жаңағыдай инфекция. Анализ, иә. Сондықтан ПЦР деген тапсырған дұрыс болады. ПЦР real time. Ол қай анализдер? Мысалға, Фемофлор 16 деген анализ сіздің қынаптан алады, сіздің қынабыңызда қазір кім өмір сүріп жатыр деген сұраққа жауап береді. Ол жерде қандай бактерия қазір бар, бұрында емес, қазір не өсіп жатыр. Енді қараңыз, қай инфекциялар жүктілікке әсер етеді? Осы жүктілік барысында жұқтырған қоздырғыш, хламидия, гонорея, сифилис, ВИЧ-инфекция, осы сияқты бір күрделі инфекциялар. Олар қазір жұқтырсаңыз, ол қазір погода жасайды. Енді қара, мысалға қазір өршіп тұрған корь, краснуха, ветрянка деген сияқты аурулар, олар жүктілікке қарама қарсы, және олардың бір өте ұрықты деформациялайтын, ұрықтың табиғатын бұзатын әсері бар. Сондықтан
Бұл инфекциялар, егер сіз жүкті болсаңыз, сіз қазір кормен, жел шешекпен, жаңа қызылшамен ауырсаңыз, сіз жүктілікті кішкентай срокта үзу керек. Егер ол кішкентай срокта болса, әрине. Үлкен срокта да оның нәрестеге келтіретін зияны көп. Енді жалпы ұрықтардың ертелі кеш түсіктің жалпылама информациясын бердік. Енді келесі видеомызда біз өспей қалған жүктілік туралы айтайық. Өспей қалған жүктілік ол көп әйелде кездесетін нәрсе. Мысалға ең видеоның басындағы сұраған сұрақ ол жаңағыдай кездесу жиілігі. Әр жүкті мысалға 100 әйел жүкті болса, оның ішінде 15 пен 30 арасында жүктіліктің дұрыс емес аяқталу мүмкіншілігі, жиілігі бар. Сонымен қатар осы инфекцияларға келетін болсақ, тағы да осы әйелдер емделеді, үнемі әйелдер өздері емделіп жүреді. Менде инфекция бар екен, дәрігер, осылай емделдім, бірақ нәтиже бір апта менде жақсы болды, ары қарай нәтиже болмай жатыр дейді. Себебін сұрасақ, бұл егер де сіздерде ПЦР түрі немесе острый М түрі шығатын болса, сіздер бұл жерде партнерлық ем алуларыңыз керек, жолдасыңызбен бірге ем алу керек. Осы орайда ер адамдар кейде осы жолдасыңызды шақырыңыз дегенде ер адамдар бізден жаңа келуге тексеруге қорқады. Сол ер адамдарға бір өз кеңесіңізді айтсаңыз, олар өйткені жұп ретінде бірге емделу керек қой. Әйел емделгенмен бір аптадан кейін қайттан жыныс қатынасқа түсіп, қайттан инфекция жұқтыру қаупі бар. Сондықтан ер адамзаттар неге тексеруге келмейді? Өз ойыңыз және шақыру керек. Әйел адамдағы инфекцияның ағымы мен еркектегі ағымы екі түрлі. Қалай? Негізі еркектің жыныс мүшесі кілегей қабаты тек қана жаңа зәр шығаратын каналда ғана бар. Ал әйелде ол қынап үлкен жаңағыдай қынаптың кілегей қабатының барлығы ол выделение береді, ол қызарады, ол аштады, иногда даже қанайды. Симптомдары жиі кездеседі әйел адамдарда. Более яркие. Ал еркекте болмашы бір белгілер болуы мүмкін, ол кәдімгі әшейін бір болмай суықтап қала салдым деген сияқты нәрсемен и оған дейін қоймайды. Бірақ оның келдіретін зияны екеуіне де бірдей әсер етеді. Белгісі аз болғанмен зияны бірдей. Яғни әйелдерде белгі более ярче жүреді. Ал еркектерде ол жаңағыдай жаңа сию каналының тек қана сол жерде ғана белгі болуы мүмкін. Сондықтан кішкентай ақ белгі болуы мүмкін, иногда даже болмауы да мүмкін. Сондықтан мен саумын, емделу керек емес деп. Бірақ жыныстық партнерларда әйелінде табылған инфекция күйеуінде табылған инфекция әйелінде міндетті түрде болады. Оны әйел ғана емделсе, ол ем нәтижесіз. Ол емделіп инфекцияны басты, бірақ жаңа өршіп тұрған инфекция қайтадан келді и қайтадан жаңағы жер қайтадан қабына бастады. Өзгерістер қайта бола береді. Сондықтан бәрібір сіз сау ұрпақ дүниеге келтіргіңіз келеді. Сондықтан сіз бірге емделу керексіз. Иногда ем барысында жыныстық қатынасты тоқтату да керек болуы мүмкін. Өйткені таблеткалар қолданамыз, свечи қолданамыз, майздар қолданамыз, или таблеткалардың жаңа ішетіні бар, система түрі бар. Сондықтан партнер бірге емделу керек. Бірге емделмей, ол нет смысла. Нәтижесіз болады. Нәтижесіз. Ол қайта жұқтыра бересіз бір-біріңізге, сізден одан қайтадан сізге сөйтіп круговорот инфекция, тура сол инфекция жаңада қайтадан келе береді. Ер адамдар бір жағдайда келеді, егер ода қатты ашту, шыдамайтындай бол болса, ірің аққан кезде ғана келеді. Сиямай қалған кезде, сонда ірің алып жатыр деп, сол кезде ғана жүгінеді уролог, андролог дәрігерлерге. Ал басқа кездерде жүгінбейді. Менде емес, сен емделе бер дейді. Ол ер азаматтарға не айтасыз? Ол жаңағыдай белгі болғанда қатты аштып, ірің аққан кезде ол уже үлкен өзгерістер тудырды. Простатада, қуықта, қуық безде оның бәрі өзгеріс уже қатты болып кетті. Что ол уже ірің болып ағып жатыр, ол
үлкен белгі, ол уже возможно ертең асқынулар болады, болды. Бала сүйе алмай қалуы скорее всего, мүмкін. уже болды, потому что сперматогенезге, яғни сперманың өндірілуіне тікелей әсер ететін инфекциялар болады. Половые инфекция деп айтамыз. Сосын осы түсікке айтпақшы, тағы бір себеп тератозоспермия, яғни ұрықтардың морфологиясы әсер етеді. Сіз өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы, ұрық сапасының төмен, жаңа басы, құйрығы болады ғой, солардың өзгеріске ұшырауы түсікке алып келеді ма? Ол, бағана ортада айттық қой осы сұрақ туралы. Сапасыз шәует, сапасыз ұрық болады. Ұрықтың, значит, қандай да бір үлкен дефекттер болады, который өмірге қабілетсіз ұрық дегеннен кейін жатыр оны тастайды. Кейбір ер азаматтар жаңа мойындамайды да, менен емес, менде бәрі жақсы, тек қана жаңа процентін біліп алады да, менде процентім жақсы, ешқандай менде ауруым жоқ, келіншегімнен дейді, үшеу төртеу тастағандар. Осы бедеуліктің, или же жаңағыдай осы адамды босану, ұрпақты болу қызметіне 45-50%-ға дейін еркектер жауапты. Болды, на этом все.